Қазақтың бас ақыны, ұлттық руханиятымыздың айнасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған өлең оқу эстафетасын әдебиетші ғалым сыншы Заңғар Кәрімханнан қабыл алдым. Сіздердің назарларыңызға Абай хакімнің сүйікті ұлы Әбдірахманның қазасына жазған өлеңін оқып берейін. Абайдың аяулы перзенті Әбіш Әбдірахман заманында еуропалық мәдениет пен білімді игерген қазақ еді. Менің ойымша Әбдірахман қапияда қаза таппағанда сөзсіз алаш қозғалысының бел ортасында жүріп, алаштың орталық тұлғасы болатын еді. Алаштың ақ шаңырағын, ақ ордасын алаш қайраткерлерімен бірге көтерісіп, ұлттық рух пен елдік, ерлік, азаттық жолында қаза тапқан болатын еді. Кеше өткен ер Әбіш елден бір асқан еректі, жүрегі жылы, бойы құрыш, туысы жаннан бөлекті. Өнері оның жұрт асқан, ғылымға көңілі бөлекті, аямаған ғаріптен қолдан келген көмекті. Кісіге сідет жүктетпей, еңбекпен тапқан қоректі, біреудің қылған қарызын айтқызбай артық төлепті. Боямасыз ақ көңіл кірлетпей кетті жүректі, ойламаған өлімнен жасқанамын демекті. Тағдырға тәбділ болама, сабырлық қылсақ керекті. Абай ұлтымыздың ары мен бағы, темір қазығы. Ендеше Абайды білу әр қазаққа парыз, міндет. Біз Абай арқылы тамырымызды, тарихымызды танимыз, жұбанамыз, оянамыз, ұлттық рухымызды асқақтатамыз. Абай хакімнің 175 жылдығына арналған өлең оқу эстафетасын Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің қызметкері, шығыстанушы ғалым Мұхит Салқынбайға, Еуразия ұлттық университетінің профессоры, шығыстану кафедрасының меңгерушісі Ақжігіт Әлібекұлына және Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Білім академиясының директоры профессор Ұлан Еркінбайға және Қазақстан тарихы порталының бас редакторы, медиа менеджер, ақпарат саласының үздігі, алаштанушы журналист Алтынбек Құмырзақұлына жолдаймын.